Осыдан 8-9 жыл бұрын мені алаяқ деп айыптап, әлеуметтік желідегі қоғамдық резонанстың әсерімен 5 жылға соттады. Сол оқиға көпшіліктің есінде болар. Бірақ сол кезде ел естіген айыптың ар жағында айтылмай қалған тағдыр, қорғансыз қалған әйелдің жан айқайы, балаларынан тірідей ажыраған ананың көз жасы бар еді. Мен сол жылдар бойы ішімдегі шындықты үнсіз көтеріп келдім. Енді сол үнсіздіктің бәрі түрме сыртындағы сатқындық романында ашық жазылды. Бұл кітапты жазу маған оңай болған жоқ. Кім түрмедегі ауыр күндерін жазғысы келеді дейсіз? Мен жаздым. Оның себептері бар. Осы кітапта бәрі баяндалған. Кітап қиялдан туған шығарма емес. Бұл менің жүрегімнен қан болып өткен шындық. Қайталап айтамын, мен бұл романда өз тағдырымды ашық жаздым. Тірі жетім қалған кезімді де, тірі жесір күй кешкен уақыттарымды да, адамдардың мені алдап, соңында өзімді алаяқ етіп көрсеткен сәттерін де ашық баяндадым. Мені сырттай кінәлайтын адамдар көп. Бірақ менің ішімде не болғанын ешкім көрген жоқ. Менің қалай сынғанымды, қалай жалғыз қалғанымды, балаларымды сағынып түн ішінде үнсіз жылағанымды ешкім білген жоқ. Сол шындықтың бәрі осы кітаптан. Бұл романда сот залының суық үні бар. Темір тордың ар жағындағы ауыр күндер бар. Ана жүрегінің баласына жетпей, ішінен егіліп жылаған сәттері бар. Сөнген адамың, сенген адамың теріс айналғанда, арқа сүйер ешкім қалмағанда, балаларыңның алыстағанда, адам тірі жүрсе де ішінен өліп қалатындай күй кешеді екен. Мен ана ретінде балаларымды сағындым. Олардың даусын, иісін, күлкісін, үйдің жылуын сағындым. Әйел ретінде жүрегім сынды, адам ретінде құладым. Бірақ бәрібір қайта тұруға тырыстым. Бұл кітап менің ақталуым емес. Бұл үнсіз қалған жылдарымның дауысы. Бұл жұтылған көз жасымның ізі. Бұл ешкімге айта алмаған ішкі шындығым. Түрме сыртындағы сатқындық түрме туралы ғана роман емес. Бұл жалғыз қалған әйелдің тағдыры, баласын аңсаған ананың мұңы, сенімнен жараланған жүректің арпалысы. Бұл кітапты оқыған адам бір әйелдің ғана тағдырын емес, талай үнсіз жылаған ананың, талай сынған жүректің